Мәскеу мен Санкт-Петербургтан кейін Қазанды Ресейдің үшінші астанасы деп атайды. Бұл қаланың тарихы тереңде жатыр. Қазан қаласында орыстармен қатар татарлар да тұрады. Бұл қаланың бір көшесінен шіркеуді де, мешітті де кездестіруге болады. Міне біздің түсірілім тобымыз бұл жолы осындай әсем қалаға жол тартты. Өйткені ол жақта Сағит Жақсыбаев есімді қандасымыз тұрады. Казань – тысячелетний город, богатый. Қазан – бұл қаланың 1000 жылдық тарихы бар. Қазанда тұрып жатқаныма 50 жылдан асты. Город, в котором я получил образование, в котором я нашел интересную работу. Дәл осы қалада мен білім алдым, қалаған жұмысыма тұрдым, адал достар таптым, отбасымды құрдым. Бұл болашаққа үлкен сеніммен қараған архитектурасы бай қала. Қазанға қош келдіңіздер. Қазіргі Ресейдің жүрегінде Волга өзенінің сол жақ жағалауында орналасқан Қазан қаласы қазандық татар атты ұлттың астанасы болып табылады. Қазанды батыстықтар ең оңтүстік қала деп атаса, оңтүстіктер ең батыс қала деп атайды екен. Сағит Қадыбайұлы ғалым, өте дарынды теорияшы және еңбекқор тәжірибеші. Бірақ 90 жылдардың басында ол өзінің жеке ісімен айналыса бастайды. Сағит Жақсыбаев Қазақстанда туылған, бірақ тағдырдың жазуымен Қазанға қонаққа келеді де, осы жерде ұзаққа қалып қояды. Так, мы перед главным зданием Казанского ордена трудового красного. Біз қазір академик Туполев атындағы авиация институтының алдында тұрмыз. Ол қазір кішкене басқаша аталады. Бірақ менің кезімде дәл осылай аталған еді. 1963 жылы бұл жаққа арман қуып жас қазақ жігіті келді. Ол ғарыш әлемін бағындырғысы келген еді. Ол кезде көбісі ұшқыш немесе ғарышкер болуды армандайтын. Бұл ең жақсы авиация институттарының бірі. Мен бұл жердегі оқуды 1969 жылы бітірдім де, ғылыми жұмысты іске асыру үшін мені осы жерде алып қалды. Было предложение оставить его в нашем университете. Ол кісіні біздің университетте қалдыру ұсынысы түсті. Дәл сол кезде ми ұшқыштарының негізінде нысана жасау жобасы бойынша жұмыс істеп жүрген едік. Сонымен қатар ұшу динамикасы және басқару атты жаңа кафедрасын ашу шешімі қабылданды. Бізге мамандар керек болды. Сол себепті біз әрине ең үздік студенттерімізді шақырдық. Олардың арасында Сағит Қадыбайұлы да болды. Басқаша айтқанда, ол кісі кафедрамыздың алғашқы маманы. Первый сотрудник нашей кафедры. Қазан авиация институты кейіпкеріміздің өмірінде маңызды рөл атқарды. Оқу бітіргеннен кейін институт оған ғылым саласын жалғастыруға мүмкіндік беру үшін жұмыс істеуге алып қалады. Кейіпкеріміз көп ойланбастан келіседі. Осылайша ол кісі дұрыс шешім қабылдайды. Себебі дәл осы жұмыс оған ғылым жолында аяқтан тұруға көмектеседі. Так, мы с вами около одного такого значительного исторического. Біз сіздермен қазір Қазандағы ең маңызды тарихи жерде тұрмыз. Нақтырақ айтсақ, Императорлық Қазан университетіне келдік. Ол 1844 жылы Бөкей ордасының ханы Жәңгірдің есімімен аталды. Көптеген жылдардан кейін Жәңгір ханның ұрпақтары, яғни қазақтар, Қазан университетінің қабырғасына мемориалды тақта орнатты. Бұл Жәңгір ханға деген құрмет.
Біз Қазан Федералды университетінің қарамағындағы Лобачевский атындағы кітапханаға жол тарттық. Сағит мырза сол жерде Жәңгір ханға арналған мемориалды тақтаның орнатылуына атсалысқан екен. Ол жерде біз кейіпкеріміздің досы әрі замандасымен кездесеміз. Вот эта дружба особенно... Біздің достығымыз тарихи тұлға Бөкей ордасының ханы Жәңгір ханның мемориалды тақтасын орнату жұмыстарымен айналыса бастаған кезден басталды. Менің досым өз елінің мақтанышы, Қазақстанның азаматы. Ол Қазан университетінің дамуына өз үлесін қосты. Сонымен қатар осы оқу ордасында қазақ жастарының оқығанын қалады. Досым Қазанға ежелгі қолжазбаларда келіп, университеттің кітапханасына сыйға тартты. Білім ордасының қабырғасында мемориалдың пайда болуы кездейсоқтық емес. Лобачевский атындағы кітапханаға құнды шығыс жазбаларын алып келгені үшін досыма алғысымды білдіремін. Өйткені бұл өте маңызды тарихи жазба. Қазір бұрынғыдай емес, бос уақыт тапшы. Көптен бері кездеспеген жақын достар біраз отырып сыр шертті. Өткенді еске алып, бірнеше істің басын қайырды. Қазан қаласының ең көрнекті жерлерінің бірі жаңа салынған неке қию сарайы. Сарайдың биіктігі 40 метр. Оның пішіні қазанға ұқсас. Өйткені отбасылық өмір оттың үстінде тұрған қазандай қайнап жатады. Сарайдың қабырғасы барельефтермен безендірілген. Бұл тоқшылықтың белгісі. Сонымен қатар сәулетшілер мұнымен жас жұбайларға бақыт тілемек болған. Қазан қаласы, жағалау мен алып сарай өзара жақсы үйлесім тапқан. Бұл қала бақытқа толы. Біз оны бүгінгі кейіпкерімізге ұқсаттық. Өйткені бұл қала Сағит мырза сияқты жылы шырайлы. В 1969 году, когда я закончил, я женился. 1969 жылы оқуды бітірдім. Және сол жылы отбасын құрдым. 5-ші курста оқып жүргенімде кафеге кірсем, бір қыз отыр екен. Она встала и ушла, а подруги ее и остались. Ол тұрды да кетіп қалды. Бірақ құрбылары қалды. Мен олардан ол қыздың кім екенін сұрастырып біле бастадым. Олар қонақ үйге тоқтағандарын және Элабугадан келгендерін айтты. Екінші күні мен сол қызды тауып алдым. Одан кейін үйлендім. 2 баламыз бар. Қызымыз 69 жылы туылды. Ал 10 жылдан кейін Марат есімді ұлым дүниеге келді. Через 10 лет сын вот Марат родился. Қазанға келгелі бір күн өтті. Көзді ашып жұмғанша міне күн де батып барады. Адамдар үйлерін асықпайды. Өйткені түнгі қала тіпті керемет. Ол көздің жауын алады. Мұнда жанға қажеттінің бәрі бар. Қазірде Қазан бір сәткеде тоқтамайтын алып, тынымсыз қалаға айналған. Бұл жайдары көрікті әрі ақ жарқын адамдардың отаны. Аталмыш қалада мәдени іс-шаралар өте жиі өткізіледі екен. Халықтар достығы үйі бұл кейіпкеріміздің сүйікті жері. Өйткені ол кісі бұл үйде көп уақытын өткізген. Дәл осы жерде кейіпкеріміз өте маңызды шешімдер қабылдап, көптеген игі істер атқарған. Тіпті тарихи оқиғалардың орын алуына септігін тигізген. Бұл үй кейіпкеріміздің өмірінде маңызды рөл атқарады.
Себебі бұл үйді Сағит Мырза құрған және кейіпкеріміз бұл жерде әрдайым сыйлы жан. Это было 23 года тому назад. Осыдан 20 жыл бұрын жас ғалым Сағит Жақсыбаев Қадыбайұлы дәл осы ұйымды құрған. Содан кейін басқа да ұлттар ағамыздан үлгі алып өздерінің мәдени бірлестіктерін құра бастады. Национальной культурной автономии и появилась... Мемлекеттік ұйымдарға өздерін толғандырған мәселелердің шешімін табуға көмектестіру үшін өзара бірлесу қажеттілігі туындады. Сол кезде 9 ұлттық мәдени автономия мен қоғамдық ұйымдардан тұратын ұлттық мәдени бірлестіктердің қауымдастығы құрылды. Халықтар достығы үйі таңғажайып жер. Өйткені мұнда барлығы бір-біріне бауыр. Ұйымның атауы оның мақсаты мен мән мағынасын толықтай жеткізіп тұр. Аты затына сай. Бұл жерден түрлі ұлт өкілдерін кездестіресіз. Олардың әрқайсысы сізге дос. Біздің есігіміз барлығына ашық. Барлығы біздің бауырымыз, досымыз, қандасымыз. Вот его у нас называют Аксакал, Аксакал, как на Востоке принято. Біз ол кісіні Ақсақал деп атаймыз. Нағыз шығыстың адамы. Менің ойымша, екінің бірін Ақсақал деп атауға келмейді. Нести вот это бремя. Олай атау үшін адам оған лайықты болуы шарт. Ал ол кісі бұл атауға әбден лайықты. Ақсақал деп біз ғана атамаймыз. Оны бұлай Татарстан Республикасының басшылары да атайды. Ағамыз ұлттық, халықаралық, конфессияаралық бағыттардың ақсақалы. Я считаю, что он парус какой-то. Вот парус, там мичман куда-то ведущий нас. Оған енді ештеңені дәлелдеудің қажеті жоқ. Ол бізді жетелеуші, ағамыз бағыт-бағдар беруші жан. Сағит Мырзаға еліктеп, біз 2007 жылы Татарстан халқының ассамблеясын құрдық. Оның құрылуына Сағит Қадыбайұлы көмектесті. Негізін сол кісі қалады. Вы знаете, Білесіздер ме? с возрастом, видимо, приходит понимание того, что... вот то, что... Жас келген сайын істеп жүрген ісіңнің жалғастырушысы керек екен түсінеді екенсің. Бірнеше жыл бұрын біз Татарстан халқы ассамблеясының жастарға арналған бөлімін аштық. Первые ростки, естественно, были в рамках казахской общины. Алғашқы бөлім әрине қазақ қауымдастығынан тұрды. Қазақ жастарының өте ұлтжанды екенін айта кеткен жөн. Олар арасында да отанын сүйеді. Оны жасыру мүмкін емес. Қазақстанның әнұраны орындалғанда қазақ жастары орындарынан тұрып, толқып тұрады. Мұны көздерінен байқауға болады. Ал жарыстар мен байқауларда өздерінің қандастарына жақсы қолдау көрсетеді. Әрдайым бір-бірлерін демеп жүреді. Мұның барлығы ұлтжандылықтың, Қазақстанға деген махаббаттың арқасында. Любви к Казахстану. Кез келген маңызды ұйымның басты мақсаты келер буынға қажетті білім беру. Сол сияқты кейіпкеріміз құрған жастар ұйымына келген жас мамандар өздеріне қажетті білім алып жатыр. Жаңа адамдармен танысып, үлкендерден ақыл тыңдап, өмірлік әрі кәсіби тәжірибе жинауда. Сағит Қадыбайұлы мен үшін әуелі өте сыйлы адам. Сағит Қадыбайұлы өмірде көпке қол жеткізе алған тұлға. Ол алдына мақсат қоя біледі және әрдайым ойын жүзеге асырады. Сағит Қадыбайұлынан үлгі алып, сол кісінің жолымен жүрсек, жаман болмаймыз. Ол кісімен бірге болып, қолдан келгенше көмек көрсеткіміз келеді. Әрине, біз Қазанға келе тұра Кремльге соқпай кетуге болмас деп ойладық. Қолымыз қалт еткен сәтте бірден сол жаққа жол тарттық. Глубокая история Қазанның тарихи жері атақты Қазандық Кремль. Бұл жер қала қонақтары мен тұрғындарының ең сүйікті орны. Қазанның тарихы дәл осы қорғаннан басталған екен. Үш жағынан өзендермен және ормандармен қоршалған Қазанның әсемдігі мен көріктігі көздің жауын алады. Бұл қорғанды бір емес бірнеше рет бұзған. Ол көптеген жауларына төтеп берген. Сонымен қатар бірнеше рет қайта жөнделген. Жөнделген сайын көркейе берген.
Қазан қаласы өте ерекше. Сонымен қатар ол ең көне қалалардың бірі. 2005 жылы оның 1000 жылдығы аталып өткен екен. Ну, за нами Арқамызда қазандық Кремльдің нышаны тұр. Яғни, бұл Сүйінбеке ханшайымның мұнарасы. Аңызға сенсек, теңіздің ар жағынан келген ханзадаға тұрмысқа шыққысы келмеген ханшайым осы мұнараны салуға бұйрық береді, содан секіріп қайтыс болады. Бірақ бұл аңыз. Енді Татарстан президентінің резиденциясын көре аласыздар. и слева здесь собор. Сол жақ шетте Кремльдің Багаевлендік шіркеуі. Бұл тарихи ғимарат. И справа, а сзади от нас Оң жақ шеттен Қазанның 1000 жылдығына орай салынған Көл-Шариф атты мешітті көре аласыздар. взамен в свое время исторически бывшей мечети Куль-Шариф. Вот это вот соседство православной. Қазанда мешіттер мен шіркеулер осылай көршілес болып тұрады. Бұл осы қаланың ерекшелігі мен нышаны. Символ Татарстана, символ Казани. Кейіпкеріміздің достары көп. Олар бір-біріне адал. Сонымен қатар достар бір салада жұмыс істейді. Сол себепті олар бір-бірін сөзсіз түсіне алады. С Сагитом Кадыбаевичем мы проработали вместе больше 20 лет. Начали... Сағит Қадыбайұлы екеуміз 20 жылдан аса бірге жұмыс істедік. Бірге оқыдық, ол менен 2 курс жоғары оқыды. Жатақханада тұрғанда жиі кездесіп тұратынбыз. Ол тәртіпке жауап беретін. Студенттерге өте қатал қарайтын еді. Біз өте маңызды жобада бірге жұмыс істедік. Нақтырақ айтсам, электроөнеркәсібі үшін экономика-математикалық модельдерді дамыттық. Мы работали вместе, отдыхали вместе. Біз бірге жұмыс істедік, бірге демалатынбыз. Біз тіпті саяжайытта бірге салдық. Саңырауқұлақтарды жинауға да бірге барушы едік. Біз айнымас доспыз. Бір-бірімізді сөзсіз түсінеміз. Дружба у нас крепкая осталась. Достығымыз берік, жиі кездесіп, туған күн немесе кез келген басқа да мерекелерді бірге атап өтеміз. Бір сөзбен айтқанда, айнымас доспыз. Саяхатымыздың соңында Сағит Қадыбайұлының шаңырағынан нан ауыз тиіп кетуіміз керек деген ойға келдік. Өкінішке қарай, біз қонаққа барған уақытта кейіпкеріміздің жары мен қызы қалада болған жоқ. Бірақ фотосуреттерді тамашалап, әкесі мен баласының кешкі асынан дәм татып қайттық. Біз расында да өте ақылды, дарынды, әрі данагөй адаммен танысып қайттық. Әсемдігімен көздің жауын алатын Қазан қаласының ең көрнекті жерлерін көрдік. Олардың арасында ғылыми орталықтар да, заманауи архитектуралық жауһарлар да, тарихи ескерткіштер де болды. Сонымен қатар өте жайдары, әрі қонақжай жандармен таныс болдық. Қала мен кейіпкер қаншалықты көңілден шықса да, бір орында тұруға болмайды. Себебі бізді басқа да қалалар мен кейіпкерлер күтуде. Қош бол, Қазан. Келесі кездескенше, достар.